65-ші есептің екіншісі. Міне мында 12 бөлу А қосылған Б бөлу 1,2-ден 1 азайтылса. Мынандай әріптік есеп А ол 3,5-тен 3, сондай. Орнына қоямыз. 12 бөлу Аның орнына 3,5-тен 3 қоямыз. Қосу Бның орнынан 3-тен 2. Бөлеміз 1,2-ден 1. Азайтамыз 1,3-тен 1. Енді біз тағы бір жазамыз. Бірден ойнайды. Бірден. Мына жерде көбейтуге айналды болсын. Көбейту. Бөліміндегі 5 үстіне шығады да, мынаны үстіне апарып асырады. 3 көбейтеміз 5, 15, 15 қосамыз 3, 18. Қосу 3-тен 2. 3-тен 2. Ақша жабылады. Бөлеміз. Көбейтеміз. Айналдырамыз бөлшекті. Бірден. Есептеп жүр. Бұрыс бөлшекті айналдырасың. 2 көбейтеміз 1, 2 қосамыз 1, 3. 3 алымында 2. Азайтамыз. 1,3-тен 1. Ол алу болғаннан кейін бүтінімен жүре береді. Оны керек емес. Бөлшектерді алып және қосқанда балалар аралас бөлшек жүре береді. Шығарамыз және шаршап өтсін. Енді тең мына жаққа жалғастыра берсек болады. Қысқартатын. 12-ні 18. Қайсы санға бөлінеді? Секциясы қайсысы? Екеуі де бір саннан құралыпты. Үлкені келді. 6. 12-ні 6-ға бөлеміз. 2. 18-ді 6-ға бөлеміз. 3. Ян жазамыз. Тұрады. Енді мына екеуін көбейтіп жүр. 2-ні 10-ға бөлейді. 10. 10-ны 5-ке көбейт деген. 10, оған 2-ні қосасын. 12. 12. Астында бөлімінде 3. 3 қосылып жатыр. 3. Мынау көбейтесің. 3-тен 2-ге аласың 1,3-тен 1. Ал тең. Көбейт. Астына үстіне көбейтесің. Егер даже қысқарып жатыр екен, бұны ма қысқартты? Неше? 4. Сонда не болды екеу? 8. 8 болды, я? 3-тен 8. Ай, қостық, я? 12 содан шықты. 3-тен 8. Алу. 8 бүтінін ажырап кетейікші. 8. Неше бүтінді бер алады? 1. 3 неше рет бар? Бірақ 8 ішінде? Жоқ, 2 рет. 2 рет бар. Значит, 2 бүтін. 2 бүтін. Жоқ, ол жерге тең қоймайсың. Бет алды тең жазбаймыз. Бөлшек 8-ді. 2 бүтін 3-тен неше болады? 2,6. 2. Алу. 1 бүтін 3-тен 1. Тең 1 бүтін 3-тен 1. 1,3-тен 1. Жақсы. Сөндір.